Қалай ойлайсыздар, президенттер қанша уақытқа дейін қызмет атқара алады? Бұл туралы әр елдің өз заңдарында бекітілген. Әлем бойынша бұл шамамен 4 жылдан 7 жылға дейінгі мерзім аралығы. Егер монархиялық билеу болса, онда өмірінің соңына дейін, ал әрі қарай мұрагерлікпен беріле береді. Бүгін біз нақты Оңтүстік Корея президенттері неше рет және қандай жағдайлармен ауысқаны туралы айтатын боламыз. Ли Сен Ман, Оңтүстік Кореяның алғашқы президенті. Ол 1948 жылдан 60 жылға дейін қызмет етті. Сен Ман Корея Республикасының құрылуында шешуші рөл атқарды. Бірақ біртіндеп оның сыбайлас жемқорлық пен экономикалық проблемаларға алып келген саясаты жаппай наразылық тудырды. 60 жылы сайлауды бұрмалау жанжалы сәуір төңкерісі деп аталатын наразылықпен аяқталды. Ли халық қысымынан кейін кетуге мәжбүр болды. Одан кейін тағы 5 жыл қуғында жүріп, өмірі сонымен аяқталды. Юн Бо Сон 60 жылы Ли Сен Ман отставкаға кеткеннен кейін президент атанды. Алайда оның өкілеттілігі шектеулі болды. Өйткені нақты билік премьер-министрдің қолында болған. Оның қысқа президенттігі 62 жылы әскери төңкерістен кейін аяқталды. Бо Сон беделін сақтай отырып адал саясаткер ретінде отставкаға кетті. Бірақ демократияны нығайту әрекеттері нәтиже бермеді. Пак Чон Хи 1961 жылғы әскери төңкерістен кейін билікке келді және 63 жылы ресми түрде президент атанды. Оның билігі 16 жылға созылады және Оңтүстік Кореяның қарқынды индустрияландыру дәуіріне айналды. Бұл елді кедей аграрлық елден қарқынды дамып келе жатқан державаға айналдырды. Алайда оның авторитарлық басқаруы бостандықты шектеу мен қоғамды бақылауды күшейтумен қатар жүрді. 79 жылы ол өзінің ең жақын серіктесі барлау басқармасының директоры Ким Дже Гюдің қолынан қаза табады. Чхве Гюха 79 жылы Пак Чон Хи өлтірілгеннен кейін келді. Елдегі жағдайды тұрақтандыруға тырысқанымен билігі қысқа болды. Чхве демократиялық саясат жүргізуге тырысты, бірақ нақты билік әскери күштердің қолында болды. 80 жылы ол тағы бір әскери төңкерістен кейін отставкаға кетті. Бірақ әйтеуір тірі қалды. Чо Ду Хван қатал авторитарлық билеуші 80 жылы әскери төңкерістен кейін билікке келді. Оның режимі демократияны басу мен репрессиялар арқылы есте қалды. Ол 88 жылы президенттік мерзім аяқталғаннан кейін сыбайлас жемқорлық пен төңкерістерге қатысқан үшін сотталады. 96 жылы өлім жазасына кесілді. Бірақ кейінірек жаза өмір бойына бас бостандығынан айыруға ауыстырылды. Ал 97 жылы тіпті жазасы мүлдем кешірілді. 1988 жылы Чо Ду Хванның мұрагері Но Тэ У билікке келеді. Оның президенттігі алғашқы демократиялық сайлау, азаматтық бостандықтар мен маңызды реформалармен ерекшеленді. Алайда ол да сыбайлас жемқорлыққа қатысты болып шықты. 93 жылы мерзім аяқталғаннан кейін ол әскери төңкеріске және сыбайлас жемқорлыққа қатысқан үшін сотталды. 96 жылы 17 жылға бас бостандығынан айырылады. Бірақ бір жылдан кейін жаза кешірілді. Ким Йон Сам 1993 жылы президенттікке келді. Ол ондаған жылдар бойы әскери биліктен кейінгі алғашқы азаматтық көшбасшы болды. Йон Сам жоғары деңгейдегі тергеулер бастады. Алдыңғы екі билеуші дәл осы Кимнің арқасында қамауға алынған болатын. Оның билігі 97 жылғы экономикалық дағдарыс кезінде өтті. Ким Йон Сам аман-есен зейнетке шығып, түрмеге де түскен жоқ. Әйтеуір бұл президент те аман қалды. Ким Дэ Джун ол 1998 жылы билікке келеді. Оның өмірі драмаға толы болды. Президент болмай тұрып ол қастандықтан, түрмеден және өлім жазасынан аман қалған болатын. Президент ретінде Ким Солтүстік Кореямен татуласудың саясатын бастады. Бұл әрекет оған 2000 жылы Нобель сыйлығын алып келеді. Оның реформалар 97 жылғы дағдарыстан кейін экономиканы қалпына келтірді. Дэ Джун тарихта табандылық пен демократияның символы ретінде қалды және басшылығы 2003 жылы аяқталды. Сол жылы Но Му Хён президенттікке келді. Ол демократияны нығайту мен Солтүстік Кореямен достығы үшін күресті. 2008 жылы мерзімі аяқталғаннан кейін ол сыбайлас жемқорлыққа қатысты айыптауларға байланысты тергеуге алынды. 2009 жылы ол қысымға төтеп бере алмай өзін-өзі өлтірді деп есептеледі. Ли Мён Бак 2008 жылдан 13 жылға дейін Оңтүстік Кореяның президенті болды. Hyundai Construction компаниясының бұрынғы бас директоры үлкен инфрақұрылымдық жобаларға назар аударды. Мерзімі аяқталғаннан кейін ол да пара берумен қаражат ұрлаған үшін қамауға алынды. 2018 жылы ол 17 жылға бас бостандығынан айырылады. Әзірге кешірім туралы ақпарат жоқ. Пак Кын Хе Оңтүстік Кореяның алғашқы әйел президенті. 2013 жылдан 16 жылға дейін қызмет атқарды.
барды. Оның билігі тұрақтылық пен экономикалық өсу туралы уәделерден басталды, бірақ соны үлкен жанжалмен аяқталады. Ол өзінің жақын досына қатысты сыбайлас жемқорлыққа араласты. 2017 жылы ол 25 жылға сотталады, бірақ 2021 жылы жазасы кешірілді. Мун Чжэ Ин 2017 мен 22 жылдар аралығында қызмет атқарды. Бұл президент туралы тіпті айтатында ештеңе жоқ. Халық оны жақсы көреді. Ал мерзім аяқталғаннан кейін үндемей кетіп қалды. Және тергеуде де емес. Юн Сок Юль 2022 жылы прокурорлық мансабынан кейін президенттікке келді. Ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы қатаң күресімен танымал болды. Бастауы жаман емес еді, бірақ 24 жылы оппозицияны кінәлап әскери жағдай жариялады. Бұл 25 жылы оған қарсы импичментке әкелді. Қазіргі уақытта ол билікті асыра пайдаланды деген айып бойынша тергеуде. Оның міндетін тергеу біткенше премьер-министр Ли Чжухо атқарады. Осылайша барлық 12 президенттің шамамен жартысы сотталып кетті. Қалғандарының да жағдайлары мәз болған жоқ. Бұл туралы сіздер не ойлайсыздар? Міндетті түрде пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал менің бүгінге айтарым осы. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.